Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өткенді бекіту. 2-ден 4-ке дейінгі сандарына көбейту және бөлу кестесін қолдануды үйрену. Нөмірі 1 мысал. Жауабы жұпсан болатын карточкаларды ата, пайдалы әдеттер туралы айт. Бірінші карточканы қарайық. 4 пен 4-тің көбейтіндісі бізде 16-ға тең. 16 бізде жұпсан. Себебі ол 2-ке бөлінеді. Яғни пайдалы әдеттер тиімді тамақтан. 2 мен 8-дің көбейтіндісі 16-ға тең. Жаңағыдай айттық, жұпсан деп таза су іш. Бұл да пайдалы әдеттерге кіреді. 12 мен 4-тің бөліндісі 3-ке тең. Тақсан, тәттіні көп жеме. Яғни тәттіні тым көп жеуге болмайды. Келесі 10 мен 5-тің бөліндісі 2-ге тең. 2 бұл жұпсан. Спортпен шұғылдан. 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15-ге тең. Бұл бізде 2-ке бөлінбейді. Сондықтан тақсан, газдалған су ішпе. 15 пен 3-тің бөліндісі 5 бізде тақсан, күн тәртібін сақта. 6 мен 2-нің көбейтіндісі 12-ге тең. Ол бізде жұпсан. Организміңді шынықтыр. 4 пен 3-тің көбейтіндісі де 12-ге тең. Таза ауада демал. Яғни 12-де жұпсан. 18 пен 2-нің бөліндісі 9-ға тең. 9 бізде тақсан. Яғни компьютерде көп отырма. Нөмірі 2 мысал. Оқы және есепте. Бізде бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Яғни мысалы С бөлінген А тең болады Б деге. Яғни бұл жер бізде А. Енді мына бөлгішті табу үшін біз не істейміз? Бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Сол кезде біз бөлгішті таба аламыз. 18-ті 2-ке бөлеміз, тең болады 9. Бұл жер 9 болады. Келесі 12 бөлінген 2 тең болады 6. 14-ті 2-ге бөлеміз 7. 10-ды 2-ге бөлеміз 5. Мына екіншісін қарап, бұл жерде де солай, кәдімгі бөлінді құрастырамыз. 27 мен 3-тің бөліндісі 9-ға тең. 24 пен 3-тің бөліндісі 8-ге тең. Бұл жерде көбейтінді, А көбейтілген Б тең болады С. Яғни бұл А, бұл Б, бұл бізде С көбейтіндінің мәні. Бізде енді А мен С белгілі, бұны табу керек. Оны табу үшін не істейміз? Көбейтіндінің мәнін бөлеміз белгілі көбейткішке. Яғни Б-ға бөлеміз. Сонда бізде екінші көбейткіш шығады. Яғни 15 бөлінген 5 тең болады 3. Яғни бұл жерде 3-ке тең. 18 бөлінген 6 тең болады 3. Қалған дәл осылай есептеп шығарып көріңдер. Нөмір 3 салыстыр. Бұл жерде мысалы есептеме салыстыратын болса, мына екінші көбейткіштері бірдей, сонда 9 пен 5-ті салыстырамыз. 5 кіші 9-дан. Яғни 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15-ке тең, 9 пен 3-тің көбейтіндісі 27-ге тең. Тексеретін болсақ. Екеуін салыстыратын болсақ, әрине 15-ті 3-ке бөліп тастасақ, ол кіші болады, Себебі мұнда 15-ке 3-ті қосып тұрмыз, яғни артып тұр. Егер де есептейтін болсақ, 15-тің 3-тің қосындысы 18-ге тең, 15 пен 3-тің бөліндісі 5-ге тең. Яғни 5 кіші 18-ден. 12 мен 4-тің бөліндісі 3-ге тең, 18 пен 6-тың бөліндісі 3-ге тең болады. 27 мен 3-тің бөліндісі 9-ға тең, 32 мен 4-тің бөліндісі 8-ге тең. 12 мен мұнда жаңағыдай, есептеме салыстыра салу. 12 мен 2-нің бөліндісі артық болады, Кіші болғандықтан бұл жерде үлкенірек сан шығады. Яғни 12-ні 2-ке бөлсек 6 шығады, 12-ні 3-ке бөлсек 4 шығады. 24 пен 3-тің бөліндісі 8-ге тең, 24 пен 3-ті азайтсақ 21 тең. 8 кіші 21-ден. 4 пен 9-дың көбейтіндісі 36-ға тең, 41-ден 6-ны алатын болсақ, тең болады 35. Яғни 36 артық 35-ден. 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең, 32-ден 4-ті азайтсақ 28. Яғни екеуі тең.
Нөмірі 4-ші мысал. Бірінші мысалдарды шығар. Осы жауаптарды пайдаланып, келесі мысалдардың жауабын жылдам тап. 65 пен 39-ның айырмасы 26-ға тең. Енді қарайық, бұл жерде азайтқыштардың барлығы бірдей, 39, 39, 39. Ал бұл жерде азайғыштардың барлығы, яғни бірге артып отыр. Егерде есептемей табатын болсақ, демек жауапқа біз бірді қосып отырамыз келесі жауабына. Яғни бұл жерде 27, бұл жерде 28 болады. 23-ке 9-ды қоссақ 32. Яғни бұл жерде мына қосылғыштардың барлығы бірдей. Тек қана мына екінші қосылғыштары 3-ке кеміп отыр. Демек, мұнда келесі жауап 32-ден 3-ті азайтсақ 29. Келесі жауап 26 болады. Себебі мұнда екінші қосылғыштардың барлығы 3-ке азайып отырды. Сондықтан жауаптары да 3-ке азаяды. Нөмірі 5-ші мысал. Есептерге өрнек жаз. 24 стақан шырын 4 үстелге теңдей қойылды. Әр үстелге неше стақан шырын қойылды? Яғни қалай дейді? Бізде барлығы 24 стақан бар. Оны 4 үстелге бөліп қойды. Яғни әр үстелде қанша шырыннан? Сонда 24-ті не істейміз? 4-ке бөлеміз. 6 шырыннан шығады. Келесі. Спортзалда 14 волейболшы бар. Бұл баскетболшыларға қарағанда 12-ке кем. Спортзалда барлығы неше спортшы бар? Яғни сызба бойынша егер қарайтын болсақ, онда 14 волейболшы бар. Ал бұл жерде баскетболшы белгісіз. Бұл баскетболшыларға қарағанда 12-ке кем. Сонда барлығы қанша спортшы спортзалда жүр? Бірінші бізге баскетболшыларды табуымыз керек. Яғни егерде 14 волейболшы баскетболшыларға қарағанда 12-ке кем болса, демек баскетболшылар волейболшылардан 12-ке артық деген сөз. Сонда 14-ке 12-ні қосамыз. Тең болады 26. Енді 14-ті 26-ға қосамыз. Тең болады 40. Сонда барлығы 40 спортшы жүр екен. 32 доп әр сыныпқа 4-тен таратылып берілді. Неше сынып доп алды? Енді 32 допты 4 сыныпқа теңдей бөлетін болсақ, әр сыныпқа 8 доптан болады.